Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге мексикандық таңғы астың quesadillanын рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қажетті құрамдарды видеоның астындағы описанияға жазып кетемін. Барлық ингредиенттерді ұсақтап турап алыңыздар. Қызып тұрған табамызға өсімдік майын құямыз. Содан кейін ұсақталып туралған тауық етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін пиязымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып қуырып аламыз. Содан кейін бұрышымызды қосамыз. Енді тағы да жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Араластырамыз. Содан кейін тауық етіміз дайын болғаннан кейін консервированный кукурузамызды салып, тағы да жақсылап араластырып, түсіріп аламыз. Салмамыз суығаннан кейін осылай лавашты ортасынан бөлеміз. До конца бөлмеңіздер. Ең алдыменен ірімшікті саламыз. Содан кейін салмамызды салып шығамыз. Енді видеодағыдай көрсетілгендей жасап шығамыз. Оның арасына ең алдыменен чим-чим соусын жақтым. Кисло-сладкий соусын. Осылай жасап шығасыздар барлығын. Тағы да чим-чим соусын жағамыз. Содан кейін сырымызды саламыз, ірімшігімізді. Және де салмасын саламыз. Содан кейін видеодағыдай көрсетілгендей тағы да бәрін жинап шығамыз. Осылай. Енді қызып тұрған грильницамызға өсімдік майымызды құямыз және де жағып шығамыз. Грильница жоқ болса, енді любой табаға жасай берсеңіздерде де болады. Осылай видеодағыдай көрсетілгендей басып шығамыз. Грильницаның ізі қалуы керек. 1-2 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Енді түсіріп аламыз. Біздің quesadillamыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.